Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін үлкен өзім бір ауқымды бір тақырыпты көтердім деп ойлаймын. Әрине, көрермендерден лайк күтемін және де менің видеомен бөлісулерін күтемін. Әрине, енді әзірге пәлен түген аз лайк болды, аз просмотр болды деп айту ерте, өйткені кішігірім ғана бір сағаттар өтті. Осыған қатысты бір видеоны 19-шы жылда жіберген едім, яғни түсірген едім осы тақырыпқа қатысты. Бірақ өкінішке орай реакция минимальный болды. Осы тағы бір түсіріп көрейінші дедім да, айтайын. Жалпы бұл тақырып тек қана талқыланып қана қоймай, осы яғни тақырыптың жалпы айтылған нәрсенің нәтижесі болуын қалаймын. Өйткені жалпы зағип адамдар, қазақ зағип адамдар бар. Олар бағанағыда айтқандағыдай, олар қазақша мақаланы емін-еркін оқысы келеді. Орысша оқысы келмейтіндер бар, енді ренжімеңіздер, турасын айтқанда түсіне алмайтындар бар. Сол себептен жалпы дауысты бағдарлама бұл тегін болу керек. Әрбір қазаққа соны жүктеп алып, соны орнатуына мобильный приложениесі арқылы, ямаса Windows арқылы орнатып қолдануына тиімді болатындай деңгейге жету керек деген ойдамын. Тыңдағандарыңызға рахмет. Аман есен сау болайық. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.